Түркістан облысы, Арыс қаласы, жас натуралистер, техниктер, туристер станциясы, қосымша білім беру педагогы Бақыт Серғазұлы. Бүгінгі қашықтықтан оқыту сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы спорттық керек жарақтарды қолдана отырып жасалатын жаттығулар. Сабағымыздың мақсаты спорттық керек жарақтарды қолдана отырып жасалатын жаттығуларды ұғындыру. Сабағымыздың барысы сплит жаттығу бағдарламасы дегеніміз не? 3 күнге арналған сплит жаттығу жоспары. Сплит жаттығуларының ерекшелігі. Сплит жаттығуларының жүзеге асыру көрінісі. Сплит жаттығу дегеніміз не? Ағылшын тіліндегі сплит термині бөлу деген мағына береді. Жаттығу процесіне айқындауды түсіндіре отырып, бұлшық еттердің қажетті топтарына арналған жаттығулар белгіленген күндері қатаң орындалады. Сплит жаттығулар тәжірибесінде кәсіби спортшылар аз күш жұмсап және аз уақыттың ішінде жақсы нәтижелерге қол жеткізеді. Сплит жаттығуларының ерекшеліктері. Сплит жаттығудың тағы бір маңызды артықшылығы бұлшық ет топтары демалу, қалпына келтіру және өсіру үшін көп уақытты алмайды. Мысалы, классикалық сплит денені 3 бөлікке бөліп жаттығуды қарастырады. Жаттығудың бірінші бөлігі трицепстер, арқа, дельта, пресс, бұлшық еттерін жаттықтыру. Жаттығудың екінші бөлігі бицепстер, білек, кеуде, пресс жаттығуларын жасау керек. Классикалық отжимания. Қалай орындау керек? Еденге параллель жатып, алақанымызды иық деңгейіне қоямыз. Денемізді тегіс ұстаймыз. Қолды бүгіп, кеудемен еденге төмен түсуге тырысамыз. Төменгі нүктеден күшпен бастапқы фазаға ораламыз. Жаттығуды бірнеше мәрте қайталаймыз. 8 немесе 10 рет. Арқа және иық бұлшық еттеріне арналған жаттығулар. Қолымызға гантельді алып, денемізді еденге параллель болатындай тізелерімізді сәл бүгеміз және арқамызды түзу ұстап, гантельді төмен және жоғары баяу көтереміз. Жаттығуды 10-12 мәрте қайталаймыз. Қол, иық, арқа, кеуде бұлшық етіне арналған жаттығу. Планкаға тұрып, гантельді оң қолға алып, арқамызды түзу ұстап, гантельді жоғары көтереміз. Бұл ретте дене қозғалыссыз болу керек. Және планканың қалпын сақтаймыз. Содан кейін гантельді кілемге баяу түсіріп, сол қолымызбен жаттығуды қайталаймыз. Жаттығу 10-12 рет қайталану керек. Қол бұлшық етіне арналған жаттығу. Қолымыздағы гантельдерді төмен түсіріп, алақандарымызды денеге қарай бұрамыз. Қолымызды шынтақтан бөгеміз және гантельді иық деңгейіне дейін көтереміз. Қолымызды бастапқы қалпына қойып, жаттығуды қайталаймыз. Іш бұлшық етіне арналған жаттығу. Кілемшеге ыңғайлы жатып, қолдарымызды айқастырып, желкемізге қоямыз.
Аяғымызды 45 градус жоғарыға көтеріп, велосипед тепкендей қимыл қозғалыс жасап, денемізді оңға, солға бұрып жаттығу жасаймыз. Жаттығу 10-12 рет қайталану қажет. Арқа, иық, бұлшық етіне арналған жаттығу. Қалай орындау керек? Қолымызға гантельді алып, денемізді еденге параллель болатындай тізелерімізді сәл бүгеміз және арқамызды түзу ұстап, гантельді құс қанатын қаққандай жоғары және төмен баяу көтереміз. Қол және білек бұлшық етіне арналған жаттығу. Орындыққа ыңғайлы отырып, арқамызды тік ұстап, екі қолмен гантельдің шетінен ұстаймыз және жоғары, төмен баяу көтереміз. Қауіпсіздікті сақтауды ұмытпаймыз. Жаттығуды 10-12 мәрте қайталаймыз. Құрметті оқушылар, сабағымызды қорытындылай келе, біз бүгінгі сабағымызда жаңа, бұрын соңды естімеген сплит спорттық жаттығу бағдарламасы және жоспарымен таныстық. Сплит спорттық жаттығу бағдарламасының ерекшеліктерін атап өттіп, сплит спорттық жаттығу бағдарламасы бойынша жаттығудың практикалық көрінісіне куә болдық. Құрметті оқушылар, келесі сабағымызда кездескенше сау, саламат болыңдар.